Сәлем көрермен. Жүректен шыққан шын сөздің, өмірден алынған сабақтың алаңында қош көрдік. Бүгінгі тәрбие толқынында өмірін бала тәрбиесіне арнаған мейірімді жан, мейірімнің символындай жан деп айтуға болады. Көп балалы ана, күміс алқа иегері Гүлнұр Серікқызы ортамызда. Бірақ бұл атақ оның басты марапаты емес. Бұл кісінің басты марапаты балаларының тәрбиесі мен олардың өмірдегі жетістігі деп біледі. Гүлнұр Серікқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін біз аналық махаббаттың, еңбектің, сенімнің сырын бірге ашып, осы жерде шын, яғни ойымызбен, өзіміздің сырымызбен бөлісіп, жақсы бір әңгіме құрамыз деп есептеймін. Көп балалы ана болу біреулер үшін бақыт болса, біреулер үшін ерлік. Сіз үшін не болды? Ең алғашқы ана болған сәтіңіз, ең алғашқы ана деген сөзді естіген сәтіңіз есіңізде ме? Сол сәттермен бөлісіп өтсеңіз. Дамира Балтабекқызы, осындай сұхбатқа шақырғаныңызға көп рахмет. Мен үшін бұл үлкен дәреже деп ойлаймын. Енді сұрағыңызға жауап беріп кетейін. Көп балалы ана болу деген ерлік пе, әлде бақыт па? Мен үшін бір жағынан ерлікте деп ойлаймын, бақытта деп ойлаймын. Ең бастысы бірақ бақыт. Себебі бала деген өміріңнің жалғасы, бала деген өзіңнің деген нәтижең. Ең бірінші рет 2006 жылы 11 шілдеде үлкен қызым дүниеге келді. Ол біз үшін үлкен қуаныш болды. Ең үлкен ана бақытын сыйлаған, ана болуды үйреткен сол үлкен қызым деп білемін. Нешеде едіңіз ол кезде? Ол кезде жасым 21-де. Жап-жас кезіңіз ғой. Иә. 21-де болдым. Шүкір, қазір енді баланың сол балаларыңыздың қызығын көріп, отбасыңызбен, бақытты отбасы болып отырсыз ғой. Иә, шүкір. Үлкен қызыңыз Іңкәр ең алғаш грантқа түсті ғой. Алматы қаласында оқып жатыр бүгінде. Бәріміз білеміз. Іңкәрдің алғаш грантқа түсті дегенді естігенде барлық ауыл болып қуандық десек те болады. Сол сәттегі мына гранттың тізімі жарияланды ғой. Сол кезде өзіңіздің балаңызды сол тізімнен көру қандай қуаныш? Сол кездегі эмоцияңызды тағы бір есіңізге түсіріп өтіңізші. Ең алғашқы рет қызымның 11 сынып бітіріп, ұбт-ға жаңағы тест тапсырған кездері енді оны басымыздан өткіздік, отбасы болып. Барлығымыз жұмылып, сон қызымыздың жағдайын жасадық. Поддержка берді дейсіз. Иә, Унипим қасынан табылдық, сонан енді жаздың соңғы айында тамызда шықты. Оны отбасымыз болып барлығымыз күттік, асыға күткен сондай бір қуаныш болды біз үшін. Жаңағы тізімі шықты деген уақытта қобалжып қарай алмадық. Барлығымыз енді үлкені бар, кішісі бар, даже кішкентай ұлым да, Мұстафа да, ол да жүр компьютердің қасында. Барлығымыз түсініп жүрген болып тұр ғой. Иә, списікті ашқан кезде, көрген кездегі эмоциямыз енді ол басқаша болды. Кәдімгі қуанып барлығымыз жылап талдық. Енді ол ерекше сезім. Балаңның жетістігін көру деген айтып жеткізе алмайтын сезім. Сол сәт бәрімізге де жұғысты болсын. Бізде бір сондай ерекше қуанышты кешейік. Енді мен де ана ретінде айтып отырмын. Балам бітіреді бұйырса. Жалпы көпшілік айтып жатады ғой, баланы тәрбиелеу қиын деп. Кішкентай өсіп келе жатқан баланы тәрбиелеу бір өсіп кеткеннен кейін бала өскен сайын оның тәрбиесі де қиындай түседі деп жатады. Осы пікірге қалай сізде бір қиындық бар ма? Балаларыңыз енді ересек, кішкентайы да бар, ересегі де бар.
осы қиындықтарды қалай еңсеріп жатырсыз? Мен ондай қиындық бар деп ойламаймын, себебі баланың жалпы мінезі, тәрбиесі ол кішкентай кезінен қалыптасады. Сондықтан да қазіргі міне енді студенттік шақта жүр ғой, ондай қиындық тудырып жатырған жоқ. Сол қалай үйде болды қасымда балам, жалпы сол күйінде, сол түзде де жаман қылығын көріп жатқан жоқпыз. Алматы қаласында педагогикалық қыздар институтына биология пәнінің мұғалімі болып, осы 2-ші курсын оқып жатыр үлкен қызым. Ондай қатты қиындық бар деп ойламаймын жалпы. Уайымдап тұрасыз ба енді балаңыз далада жүргесін? Қыз баланың көбірек ата-аналар енді уайымдайды ғой сыртта жүргесін. Жоқ, мен қатты уайымдамаймын. Себебі білмеймін, барлық нәрседе мен іңкарға сенім білдіремін. Іңкарға сенем, өзін алып жүретін. Бұндай сенімнің болуына не себеп болуы мүмкін? Балаңыздың іс-әрекеті ма, әлде өзіңіздің бұрыннан солай бір сабырлы қарайсыз ба? Сабырлы қараймыз шығар, себебі дейтін білмеймін, біз қатты уайымдамайды екенбіз. Бірінші рет кетіп бара жатырғанда енді жалпы іңкәр бұрын соңды мектепте жүргенде басқа қалаларға барып жүрді ғой. Сондықтан ба қатты үйреншікті жағдай болды. Айғанат олимпиадасына қатысып, сыртқа шықты, Астанаға барды, Көкшетауға барды. Оның артынан ұлым Дінмұхамед те дәл солай Айғанат олимпиадасында бірнеше рет жаңағы өздеріне алып кетіп оқытады оқушыларды Көкшетауға. Сондай моменттер болғасын ба, ондай қиындық тудырмайды екен. Қиындық болмады сол дейсіз ғой да? Жалпы мен балаларыма сенім артамын. Өздері енді өздерінің басын алып жүретін азамат ретінде сеніп қараймын. Қазіргі қоғамда болып жатқан мәселелер сізді кей жағдайларда мысалы ойландыра ма? Менің балаларыма бір сондай жағдай болып жатса, мен қандай әрекет жасар едім деген сияқты. Үнемі үйде айтып отырасыз ба, мысалға неден аулақ болу керек, қандай жағдайда қандай әрекет жасау керек деген сияқты. Алдын алып отырасыз ба? Әрине. Қазіргі мына қоғамда болып жатқан неше түрлі жағдайлар жалпы барлық ананы ойландырады. Әрине. Деп ойлаймын. Көрген нәрсенің барлығын жіберіп отырамыз ғой. Мынаны қараңдар, мынаны мындай болып жатыр екен деп жалпы. Бірақ та не айтсақ та, жақсы деп қабылдайды жалпы. Жақсы қараймыз, қарап жүрміз деген сияқты. Өздерінің ойларын, пікірлерін айтып жатады. Оның өзі қуантып отырады ғой сізді. Естідік, көрдік деп, мама уайымдама деп айтады ғой жалпы. Тәрбие ұғымын қалай түсінесіз? Сіздің ойыңызша тәрбие бұл үздік оқушы тәрбиелеу ме, әлде бір жақсы мінез қалыптастыру ма? Тәрбие деген енді ол кішкентай кезінен балаға ата-анадан берілетін басты құндылық деп ойлаймын. Мінезі де, тәрбиелігі де сол кішкентай кезінен қалыптасып келе жатады. Гүлнұр, бүгін сұхбатқа балаларыңыздың жетістіктерін де алып келген екенсіз. Кәдімгідей қарасаң көзің тояды. Айтсаңыз, енді мынаны қаяқтан, қай жерде алды, мысалы Айғанаттан алған, сол туралы шамалы ойыңызды бөлісіп кетіңіз. Осындай жетістікке жету жолында не істедіңіз ана ретінде? Сұхбатқа шақырған соң балаларымның жетістіктерін алып келдім. Енді мына жерде үлкен қызым іңкәрімнің Дінмұхамед қазір енді бұйырса биыл 11-ші сынып оқып жатыр. ұбт-ға дайындығымыз бар. Бұл енді дарынды бала оқушының ата-анасы ретінде былтыр оқу жылының аяғына берілген марапат. Енді Дінмұхамед бізде математика пәнін сүйеді, жақсы есептер шығарып, барлық олимпиадаларға қатысады.
сол балаларымның жетістіктерімен мақтанамын әрдайым. Іңкәр республикалық, бұл іңкәрдің үздік аттестаты. Іңкәр республикалық айғанат олимпиадасына ең бірінші жылы болған кезде қатысты. Одан кейін ізін суытпай Дінмұхамед те осы айғанат олимпиадасына қатысып, дәл сондай іңкәр сияқты қазірде сол айғанат олимпиадасының филиалында оқып жатыр. Айғанатта. Қалған балдарыңызды да. Кәусар үздік қой. Кәусар да үздік, Кәусар да үздік. Қазіргі уақытта Ақтөбе қаласында Смарт мектеп гимназиясында оқып жатыр. Одан кейінгі қызым Інжуде, сол қалада 60-ші мектепте. Зере қызым ол Смартта оқып жатыр, гимназияда. Барлығы да үздік болып бітірді былтыр. Енді барлығы да олимпиадаға қатысады, жүлделі орындарға ие болады. Әрдайым осылардың папасы екеуміз, әкесі екеуміз қуанып отырамыз осындай жетістіктеріне, әрдайым қолдау көрсетіп отырамыз. Себебі барлық осындай нәтижеге ата-ананың қолдауы, ата-ананың сенімі, баланың мерейін үстем етіп отырады дейсіз. Соларға көмектесіп, осындай жолдарына енді әрдайым тілеу болып отырамыз. Ата-әжесі бар, ол кісілері де әрдайым тек қолдап, қол паштап отырады. Мына медаль көп балалы болғаныңыз үшін ғой, күміс алқасы. Қай уақытта алдыңыз бұны? 2024 жылы қараша дейді. Осы кішкентай ұлымыз Мұстафа дүниеге келген соң, Қазақстан Республикасының жарлығымен, Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен осындай күміс алқаға ие болдық. Балаларыңыздың осындай жетістіктерін көргенде өзіңізге не дейсіз? Мен аналық парызымды өтедім деген бір сезім болады ма өзіңізде? Бұндай балаларымның жетістігін көргенде қатты қуаныш сезімі болады. Енді отбасымызда атап өтеміз. Әр баламыздың жетістігін бөлек-бөлек атап өтуге тырысамыз. Әрқайсысына уақыт бөліп, көңілімізді білдіріп, қуанышты күндерімізді солай есте қалдыруға тырысамыз. Үлкеннің жетістігін атап өту кішісіне бір мотивация болады. Әрине, көргенде олар қатты қуанатына, іңкәрдің жетістігін көрген кездегі бауырларының сезімдерін енді айту мүмкін емес. Өзіміз қуанышымызды видеоға түсіріп, содан кейін ұзақ уақыт соны қарап жүрдік. Тамашалап жүрдік. Себебі ол жерде бір-біріміздің эмоциямызды көре алмаймыз ғой, яғни. Сол үшін видеоға түсіріп алған ғой іңкәр. Сол кездегі кішкентай бауырларының қуанышы ерекше болған. Барлығы да. Көріп тұрғасын ол балаларда сондай жетістікке жетуге тырысады. Оларда, яғни көріп тұр ата-анасын қуантып атқанын, барлығын көргесін сондай жетістікке. Айтпай ма, алдыңғы арба қайда жүреді, сол артқысы да сонда жүреді деп. Дәл сондай, сол дұрыс айтылған деп өзім жалпы ойлаймын. Жақсы, Гүлнұр, яғни бүгін міне біздің сұхбатымызға келіп, өзіңіздің бала тәрбиесіндегі ойыңызды, баланы жалпы жетістікке жеткізуде қандай еңбектену керек, өздің ойыңызбен бөлісіп жатырсыз. Көп рахмет айтамын. Енді бүгін сұхбаттың соңында жалпы осы сұхбатты тамашалаған өзіңізден жас аналарға не айтар едіңіз? Қандай сөзді бір аманат қылып қалдырар едіңіз? Жас аналарға қазіргі айтатыным, енді жалпы баланы дүниеге алып келгеннен кейін оның
тәрбиесіне, мінезіне үлкен үлес қосу керек. Себебі ол ертең елдің азаматы, ұрпақ жалғастырар. Сол үшін енді қазіргі уақытта, қазіргі мына қоғамда жалпы телефон, ұялы телефонның кесірі көп болып жатыр деп ойлаймын. Яғни көп уақытымыз сол телефонда кетіп жатыр. Сол телефоннан балаларымызды алшақтап, өзіміз де көбіне сол балаларымызға уақыт бөліп, тәрбиемен айналысып, барлық құндылықты сол балаларға, ұлттық құндылықтарымызды дарытып, балалар пайдалы нәрсені қараса, пайдалы нәрсені қарап, көріп, сол тәрбиеге көп көңіл бөлсек. Жалпы, кез келген ата-ана баланың өміріндегі ең бірінші жауапты адам, сондықтан да бала айтады ғой, жаңағы балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деп, яғни кез келген бала сыртқа шыққанда ол отбасындағы көрген нәрсені істейді. Сондықтан да отбасындағы тәрбие діңгегі мықты болу керек. Жалпы бала ата-ананың айнасы ғой. Қандай бала тәрбиелейсіз, сол енді қоғамда көріп отырасыз. Бүгінгі сұхбатта біз аналық жүректің махаббатын сезіндік. Тәрбиенің басты формуласы отбасындағы махаббат екенін ұғындық. Бүгінгі бағдарлама тәрбие толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.